Барлықтарыңызға сәлем, менің каналымның көрермендері және қонақтары. Парацетамол адам ағзасына қауіпті ме? Бүгін осы туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Жалпы әлемде парацетамолды мөлшерден көп ішкендіктен соңғы 16 жыл ішінде 161 жағдай тіркелген. Яғни парацетамолдың зиянды жақтарын көрген кісілер. Ал Америкада ең көп тұтынатын парацетамол бұл американдықтар. Жылына 40 мың тонна парацетамол өндіріледі және де адам басына шыққанда 298 парацетамол ішіледі екен. Бұл деген сөз өте көп. Ал енді Қазақстанда парацетамолды көп тұтынатын елдердің қатарына еніп отыр. Парацетамолды бір тәулік ішінде 8 таблетканы қолдануға рұқсат етілген. Егер де одан көп қолдансаңыз, бауыр мен мидан айырылдым деп есептей беріңіз. Пайдалы ақпарат болса, тіркеліп лайк басып қойыңыз.